Сәлем Ерке ТV арнасының көрермендері. Сіздер бүгін Бердібек Соқпақбаевтың компас әңгімесін тыңдайтын боласыздар. Қанаттың папасы бір рет ауданға барғанда, оған сыйлыққа компас әкеп берді. Үлкендігі қалта сағаттай, жып-жылтыр қара құтылы, әдемі компас. Тілінің қара бояулы ұшын қалай айналдырып жіберсең де, қалтырай теңселіп барып, солтүстікті нұсқап тұра қалады. Дегеннен жазбайтын бір беткей бала тәрізді. Қанат қуанып кетті. Рас па өтірік пе дегендей, әр жерін түртпектеп, айналдыра қарап, мұндай компас бұл ауылдағы балалардың ешқайсында жоқ. Тек мектепте ғана бар. Ал онда мұғалім сөйтіп қолыңа беріп қоя ма? Қанат өзін өзгелерден асып кеткендей сезінді. Жүгіріп көшеге шықты. Ойнап жүрген балаларға келді. Бодан, қарашы, менің компасым бар. Балалардың назары Қанатқа ауды. Бәрі ойындарын қойып, оны қоршап алды. Қане бере тұршы деп қай-қайсысы да ұстап көруге құштар болып, қолдарын созды. Бірақ Қанат оларға компасын бірден бере қоймады. Сен кеше бәкіңді беріп педің, деп Теміржанның қолын қағып жіберді де, бетін басқаларға бұрды. Міне қараңдаршы, қалай айналдырып жіберсең де солтүстікті көздеп тұра қалады. Ал жай уақытта мынасын бүйтіп басып қойсаң, тоқтап қалады. Біреудің көрсеткені өзің ұстап көргендей қайдан болсын. Балалардың ынтызары қоза түсті. Бере тұршы, бере тұршы. Қанат компаста әуелі өзінің тәуір деген жолдасы Боданға берді. Бодан мұндай дәрежеге ие болғанға мәртебесі өсіп, әрі компасқа соқтана қарап тұр. Тағы 2-3 балаға көрсеткеннен кейін, жетеді енді, бұзасыңдар деп, Қанат компасын жейдесінің төс қалтасына салып қойды. Балалар шомылуға өзенге қарай келе жатыр. Бодан Қанатты ектеп келеді. Қанат компасыңа не сұрайсың? Жоқ, сатпаймын деп. Қанат Боданды одан әрмен қызықтыра түспек болғандай. Компасын қайтадан қолына алды. Мен саған күн таратқышымды берейін. Оны не қылам? Әнеу күні сұрап едің ғой. Сонда бермей қойғансың. Енді керегі жоқ деп кергіді Қанат. Бодан осы арада өкініштен өз тілін өзі тістегендей болды. Егер сонда күн таратқышын Қанатқа бере салса, қазір оның компасын қыңқ еткізбей алатын сияқты. Бұл жаздың қоңыржай, жайлы күндерінің бірі еді. Аспанды майда түтілген жібек жүндей үлбіреп, торқа бұлт шымылдықтаған. Күннің қапырық жалынын сол сүзіп алып қап, жерге жанға жайлы майда шуағын ғана себелеп тұрғандай. Балалар шомылып болып киініп жатыр. Қанат жейдесін киіп жатқанда, оның төс қалтасынан суысып, компасы түсіп қалды. Оны сол сезбеді. Бұны Боданнан өзге ешкім байқамаған еді. Шомылып сергіп алған балалар тоғайға бүлдірген теруге бармақшы болды. Мен бармаймын, аяғыма шөңке кіріп кетеді, деді Бодан. Оны ешкім қыстамады. Бодан самарқау басып, қыстаққа қарай келе жатыр. Ұры көзбен артына әлсін-әлсін бұрылып қарап қояды. Балалардың қарасы тоғайға батып, көрінбей кеткенде, ол кілт тоқтады. Тағы біраз тосып тұрды да, содан соң кейін қарай тұра жүгірді. Әлгіндегі өздері суға шомылған жерге жүгіріп келіп, шөптің арасында көрінер-көрінбес болып жылтырап жатқан компасты қарбалас іліп алды да шалбарының қалтасына сүңгітіп жіберді. Бодан жетісіп келе жатыр. Қолында компас. Әлгінде оны ұстап көру дәреже болса, енді өз билігінде. Бәлем Қанат, сат дегенде сатпай қойып едің. Енді қайтер екенсің. Бір кезде Бодан көкірегінен біреу түйіп қалғандай оқыс тоқтады. Жүзіндегі қуаныш сәулесін лезде ұнамсыз ой көлеңкесі басып барады. Не істеймін бұл компасты? Ешкімге көрсете алмаймын, біліп қояды, ұры атанамын. Әкесінің қатал мінезі де Боданның көз алдына келе қалды. Балам, адал бол, біреудің ала жібін аттама, деп ертелі-кеш таптап отыратыны қайда? Олының мына қылығын біле қалса, ол аспанды тастап жіберуден тайынбайтын адам. Боданның маңдайынан шып етіп суық тер шыға келді. Енді қайттым, неге алдым?
Түсіп қалған заматта өзіне неге айтпадым? Әлде жан адамға көрсетпей тығып ұстап жүрсем бе екен? Онда бірақ мұның еш қызығы бола ма? Осындай сапырылысқан мазасыз ой үстінде Бодан қолындағы компасты аудара төңкере қарап бір қауым тұрды. Сау басына сақина тілеп алып, енді содан құтылатын жол іздеуде. Ұры деген жексұрын бір сөз ызыңдап құлағынан кетер емес. Жоқ, мен ұры емеспін. Әдейі ұрлап алған жоқпын. Түсіп қалған жерінен тауып алдым, деп ол өзін-өзі ақтамақта болады. Бірақ та бұл сөздің жалған екенін іші сезеді, жиіркенеді. Қолындағы компас Бодан үшін енді жабысқақ пәлеге айналды. Одан қалай еткенде де құтылып тынбай, жаны жай табар болмады. Бодан су бойымен жар жағалап келе жатыр. Тынышынан осыны суға лақтырып жіберейін бе? Кім біліп жатыр? Осы ойы қаншалықты тапқырлық боп көрінгенмен, Бодан компасты бүйтіп жоқ етіп жіберуге қимады. Енді не істеу керек? Тауып алдым деп қанаттың өзіне қайырып берсе ше? Бірақ ол бұған сенеді деймісің? Бағана осыны сатшы деп Боданның қадала сұрағаны бар ғой. Әй қу, қызығы бұрлап алдың. Сіңіре алмайтын болған соң енді өзіме беріп отырсың дер. Бодан үйге келді. Сен немене, бірдеңе істеп келген сияқтысың ғой? Деп үйдегілердің бәрі оған сезіктеніп қарайтын тәрізді. Неге көңілсізсің? Bir жерің ауыра ма? Деп сұрады анасы. Ішім ауырады деп Бодан өтірік айта салды. Неге ауырады? Қалай ауырады? Қай жері? Бірдеңе жеп пе едің, не ішіп едің деп қамқор ана бәйек болып жатыр. Білмеймін, жай. Мына арасы ақырын ауырады. Енді басылды. Боданның әкесі бұл кезде үйде жоқ еді. Жұмысында болатын. 6 жасар қарындасы Мәкетай Боданға еркелеп келіп, аға, қайда бардың? Тоғайға бардым. Маған білдірген әкелдің бе? Білдіргенге барғам жоқ, жай шомылуға бардым. Алды айсың, қалтаңды көрсетші. Әне, бірдеңе томпаяды ғой. Боданның жүрегі су етіп, бойы одан бетер мұздап кетті. Шиқанына тиетіндей шошып, ештеңе де жоқ деп Мәкетайды бойына жолатқысы келмеді. Сығыр алғыр ерке қыз бұған көнер емес. Әне міне көрсетші деп тап-тап компас жатқан қалтаны нұсқайды. Бүлдіргенді кісі қалтасына салама екен деп Бодан ашуға шақырғандай түр көрсетті. Енді анау не? Бұл асық. Асық емей-ақ дөңгелек бірдеңе ғой. Мәкетай мына сөзімен Боданның құпиясын әшкерелеп қойған тәрізденді. Жоғал әрі деп Бодан оның қолын тұрпайы қағып жіберді де сыртқа зытып отырды. Ел көзінен аулақтап, Бодан тағы да су бойына келді. Не істеу керек бұл компасты? Қаратоғайдың анау жардағы ұяларының біріне тығып қойсам ба екен? Онда не болғаны? Немесе әлгінде өзіміз шомылған жерге қайтадан апарып тастасам ба екен? Қанат мүмкін іздеп келіп, өзі тауып алар. Осы кезде Бодан тоғайдан шұбатып шығып, келе жатқан балаларды көрді. Қолдарында теріп алған бүлдіргендер бар тәрізді. Әлденеге асыққандай, ентелей басып келеді. Боданның жүрегі аттай тулап кетті. Балалар оның арамдық қылығын біліп қойып, өзара соны сөз етісіп келе жатқан секілденді. Енді қайттым, не істеймін? Суға лақтырып жіберіп құтылу керек. Бұдан басқа ешбір жол қалмаған тәрізді. Лақтыр, жұтып алып зымзия жоқ етейін. Күйзелтіп тұрған жаныңды сөйтіп жай тапқызайын дегендей. Өзен суы шымыр-шымыр толқындап, сылқ-сылқ үн қатады. Шалып кетіп жағаға соғылып, бол тез деп асықтырғандай болады. Бүлдіргеннен қайтқан балалар жақындап қалды. Ең алдымен Қанат келе жатыр. Қасындағы балаға әлденені дамылсыз сөйлеп әбігерленіп келеді. Бодан қолындағы компасты суға қарай лақтырып кеп жіберді. Әдемі компас күнге шағылысып барып, шолп етті де жоқ болды. Бітті. Бодан онымен қоса жүрегінде лақтырып жібергендей. Аса бір ауыр халде мәңгіреп тұрып қалды. Балақай, сен Бердібек Соқпақбаевтың компас әңгімесін тыңдадың. Әңгіме ұнаса, лүпіл басып, арнаға тіркеліп ал.